Сәлем барлықтарыңызға. 9 сынып 1 кезең 26 есеп. 4 тізбектес тұрған жұп санның көбейтіндісі 2-ның 8 дәрежесі көбейту 3-дің квадраты көбейту 5 көбейту 11 санына тең. Осы 4 санның қосындысы нешеге тең дейді. Тізбектес жұп сандар деп тұр. Тізбектес сандардың өзін тауып алайық, сосын әрқайсысын 2-ге көбейтіп жібереміз. Мына 8-2 бар ғой, соның 4-еуін бөлек алып тұрайық. Мына жерде тізбектегі сандар тауып алып, сосын мына 4-2-ге әрқайсысын 2-ге көбейтіп жібереміз. Сонда бізде 4-2 қалды, 2-3 бар, 5 бар, 11 бар. 11-ді ештеңе істей алмаймыз, 11 бар деп есептей берейік. Оның алдында 10 тұру керек. 2 мен 5-ті алсақ болады. 2 мен 5-ті алсақ 10 болады. Оның алдында 9 тұру керек. Мына 2-ін алсақ болады. 3 пен 3-ті 9 болды. Оның алдында 8 тұру керек. Мына 2, 3-тің көбейтіндісі 8 болады екен. Тізбектес сандар тауып алдық. Енді олардың әрқайсысын 2-ге көбейтіп жібереміз. Сосын олардың қосындысын тап деп жатыр. Мына жерде қосып алып, сосын 2-ге көбейте салсақ та болады екен. Қосатын болсақ, бұлай 19 қоссақ 38 болды. 38-ді 2-ге көбейте саламыз. 76 болады екен. Сонымен мына есеп шықты. Сау болыңыздар.